Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін осындай үлкен лилиялардан қабырғаға ілінетін декоративті бұйым жасаймыз. Бұл шеңбердің ортасына суреттерді ілуге болады, немесе логотипті іліп қоюға болады. Ол үшін бізге металл пластиковый трубадан осындай шеңбер жасап алу керек. Шеңбердің диаметрі 85-90 сантиметр. Және де бізге осы металл пластик трубадан басқа осындай гирлянда керек. Бұл батарейкамен жасайды. Осыны біз қазір шеңберге 3 қатар етіп ортасына жабыстырып шығамыз. Кейін ортасына әртүрлі фотоларды двухсторонний скотчпен осы гирляндаларға жабыстырса болады. Және де логотипті де іліп қойса болады. Сұлулық салондарының сол салонның атын осы шеңбердің ортасына іліп қойса болады. Қазір мен скотчпен жабыстырып жатырмын гирляндыны. Скотчпен немесе изолентамен де жабыстырсаңыздар да болады. Скотчпен жабыстырып жатқан себебім скотч қатты көрінбейді, сондықтан скотчпен жабыстырып жатырмын. Гирляндымыз дайын, жағып тексеріп көріп аламыз. Және осындай қызыл белгілі бір нәрсемен өйстіп белгілеп қоямыз шеңбердің 5 жерінен. Бұл жерлерге бізде лилияны жабыстыратын боламыз. Ара қашықтықтар бірдей болу үшін 5 жерден ара қашықтығын бірдей етіп белгілеп алу керек. Лилияның сабағы бөлек осы менің каналымда бар. Осы лилияларды қалай жасау керектігін қазір мен сізге оны көрсеткен жоқпын. Сол видеодан көріп алсаңыздар болады. Мына 5 жерінен үлкен лилияны жабыстырып шықтым. Енді бізге лилиядан басқа қазір жапырақтар керек болады. Лилияның жапырақтарының размерімен бірдей. Жапырақтарының размерлері және лилияның размерлерінің барлығы лилия светильниктің видеосында бар. Осы жапырақтардың қалай формасына келтіреміз, барлығының видео сабақтары бар. Менің каналымнан көріп шығыңыздар. Жапырақтар дайын. Фиолетовый мен жасыл жапырақтарды алдым, және осындай кішкентай гүлдер алдым. Бұл гүлдерде қалай жасалуы гортензия светильнигі мастер-классында көрсетілген. Дәл сондай размерде алдым осы гүлдерді. Қалаған басқа гүлдеріңізді жабыстыра берсеңіздер болады. Және проволока керек болады. Бұл вязальный проволока строительный магазиндерде сатылады. Ыстық клей керек. Қазір енді осы жапырақтарды бір-біріне қосып, проволоканы қосып, жабыстырып аламыз, дайындап. Трубаға бекіту үшін осы жапырақтарға осы проволоканы жабыстырып шығуымыз керек. Бір проволокаға 2 жапырақ жабыстырамыз. Әр лилияның арасына бізде 3 жапырақтан кетеді. Яғни 6 штук жапырақтан жасыл және 2 фиолетовый жапырақ и осындай бір майда гүлдерден жабыстыратын боламыз.
Міне барлық жапырақтарды проволокаларға жабыстырып дайындап қойдым. Енді қазір осы дайын гүлдерді, міне жаңағы майда гүлдерден осынша шықты және фиолетовый түстен бұларды да жапырақ қылып жасадым. Негізі бутон қылып жасасаңыздар да болады. Енді осыларды кольцомызға жабыстырамыз. Әр екі лилияның арасына бізге осындай 3 жапырақша кетеді. Мысалы 3 проволокадағы жапырақша, яғни 6 штук кетеді. Қазір көрсетемін қалай жабыстырады. Оны да сол скотчпен жабыстырамын. Міне осындай реттілікпен қалған екі лилиялардың орталарын осылай жабыстырып шығасыздар. Өздеріңіз қалағандарыңызша басқа да гүлдер қоссаңыз болады. Цветтерін, түстерін үйлестіріп. Басқа да жапырақтар қоссаңыз болады, басқа форма. Без разницы, негізі өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Мен әлі лилиялардың тычинкаларын жасамадым.
лилиялардың тычинкаларын да сол лилияны жасау мастер-классынан көрсеңіздер болады. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, қыздар. Көбіңіз тіркелмей көреді екенсіздер. Подписаться кнопкасын басып, ұнаса лайк басып, ұнамаса дизлайк басып отырыңыздар. Түсінбеген жерлеріңізді комментарийдан сұрасаңыздар болады, жауап беремін. Және мына қараңыздар, жасыл жапырақтарды жабыстырып болғаннан кейін арасына осындай фиолетовый жапырақтарды, майда гүлдерді бекітіп тастаймыз. Металлопластиковый трубаны жасыл тейп лентамен де орасаңыздар болады. Міне осындай әдемі кольцо дайын болды. Декоративті бұйым, қабырғаға ілінетін. Ортасына логотип, белгілі бір мекеменің логотипін жабыстырып қойса болады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.